Сәлем достар, сіздермен бірге Жанат. Бүгін мен сіздермен жаңа жылға осындай әдемі имбирлі пряниктерді бояйтын боламын. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдымен глазурларымызды осылай тақтайға немесе столыңызға сызып, қолыңызды жаттықтырып алыңыз. Мына басында бір точка қоясыз, қысып тұрып, көтеріп барып, керек жеріңізге тоқтап, қысуды тоқтатасыз. Глазурды осылай ручка секілді ұстаған өзіңізге өте ыңғайлы болады. Кондитерский мешоктың ұшын өте кішкентай қылып кесеміз, контурный глазур болса, ал егер заливной глазур болса глазурын, сол кезде кішкене үлкендеу қылып кесесіздер, құю ыңғайлы болу үшін. Осылай барлық глазурымызды кесіп алғаннан кейін, глазурлар міндетті түрде ылғалды шүберектің ішінде сақталуы керек. Әйтпесе кесілген жеріндегі қалған глазур қатып қалып, кейін шығара алмайсыздар. Одан да үлкен қылып кесу керек болады. Сондықтан ылғалды шүберекте сақтайсыздар. Міне қазір менің қолымда контурный глазур, ручка ұқсап ұстайсыздар. Көріп тұрсыздар, точка салдыңыз, көтеріп барып лента қылып, келесі точкаға қоясыз. Осылай бірінші контурын сызып аламыз, бояйтын жеріміздің. Глазурды ручка секілді ұстаған өте ыңғайлы. Осылай керек түсімізде глазурымыздың бәрін контурымызды сызып аламыз. Елкаларымызға контур сызып жатырмыз. Бұл елка қазір жасыл түсті болады, сондықтан контуры да жасыл. Егер контурын ақ қылып үшін жасылмен боясаңыз, әдемі көрінбейді. Осылай контурларын сызып аламыз барлық пряниктеріміздің. Мына адам жасыл болады тоже. Егер сіз қате кеткен болса, мына әдейі көрсетіп жатырмын, мұнда осылай дұрыс емес сызып қалдыңыз. Зубочисткамен жай ғана алып тастасаңыз болады. Ешқандай не қалмайды. Біз қалмайды. Мына пряникімізді біз боямаймыз полный, тек қана осылай сурет саламыз. Мұнда розовый, тоже заливной, орташа сұйықтықта. Осылайнан әдемілеп әсемдесеңіздер болады. Бұл пряниктердің сақтау мерзімі 3-4 айға дейін герметичный пакетиктерде немесе контейнерде сақталады. Ең бастысы ауа түспеу керек. Ауа түссе қатып қалады пряник. Егер қатып қалған болса, қайтадан герметичный контейнерге салып, ішіне алма салып қойсаңыз, қайтадан жібиді. Мына осылай заливной. Мұнда менде заливнойдың орнында негізі глазурларым барлығы универсальный глазурлар, яғни заливной ретінде де контурға да қолдансаңыздар болады. Мына осылай барлық контурымыз бойынша құйып шығамыз. Құйып шыққаннан кейін жан жағын глазур кірмей қалған жерлерді осылай зубочисткамен кіргізіп шықсаңыздар болады. Зубочистка 90 градус болып тұру керек. Сол кезде ішінде ауа қалмайды, глазурдың ішінде. Сосын ертең қатқан кезде глазур жарылып кетпейтін болады. Кішкене кебе бастағанда 10 минуттан кейін осындай әдемілеп присыпкалармен, моншақтармен әсемдесеңіздер болады. Жеуге болады моншақтармен. Мынау бағанағы біздің ақ елкамыз. Тоже жеуге болады моншақтармен осылай әсемдеп шықтым. Бізде осындай әдемі пряниктер шықты. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша әсемдесеңіз болады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментарий жазып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ас болсын, жаңа жылдарыңызбен.